Майра апай, сіз өзіңізге неге шанс берген жоқсыз? Бұл сұрақты Роза Қуанышқызына да сұрадым, я? Неге сіз өзіңізге шанс берген жоқсыз? 42 ол, мен қазір 42-демін. Это же молодость. Мен бірінші күйеуіме де сол өнер үшін өзімде емес, өзімді жертва жасадым ғой енді. Ал мен сол өнерде жүргенде жоқ, сіз маған лайықты жігіт кезікпеді, менің көңілімдегідей. Мен үнемі ойлайтынмын, бұл әнші емес. Егер бір жігіттер енді әрине келіп, жақсы көретіндерін айтып, сөйтіп кейде шығарып салып сондай болады ғой. Ондай енді совсем ешкім қарамады деп айта алмаймын. Өте көп болды ухажерлар, между прочим, деп қояйыншы. Бірақ роман болды ма? Жоқ. Енді ол роман болса адам күйеуге шығу керек қой. Менің не обязательно? Әншімін, Розада да солай болды ғой. Сонан кейін Розаның да кішкентай 2 баласы болды. Оны түсінуге болады. Мен даже ондай сұраққа даже қалай жауап берерімді білмеймін, өйткені мен ондайды ойлағам жоқ. Болады, кейде менде болды подругаларым. Міндетті түрде мен жігіт табам, мен тұрмысқа шығам деп, тұрмысқа шығып кеткен қыздар болды бізде. Бірақ мен соны ойламадым. Ал қазір сіз өкінесіз бе? Жоқ, мен өкінбеймін, бірақ қызым кейінгі кезде маған үнемі ренжиді. Мама, күйеуге шық, сен кейде жалғыз жүресің, сен түнде мен көбінесе оларды нетпей, өзім машинамен келем, аэропортқа тастап кетем, өзім мініп жүре берем. Сол кезде мен ұйықтамайым, сен үйге кіргенше мен ұйықтамайым, сен бір адаммен таныссашы деп айтады. Мен айтам енді, мен сол кезде былай, осы дұрыс, осы жігіт жақсы деп, мені жақсы көреді. Менде де бір ұнату сезімдері болады әрине. Сол кезде қызым ұнатпайтын. Қабағы түсіп кететін, или Бақытжан жанымызда жүргеннен кейін ба, үнемі кездесіп жүргеннен кейін ба айту. Соны қызымның көңіліне қарайтынмын. Ал қазір маған күнде айтады күйеуге шық. Ал қазір наоборот. Иә. Қызыңыз айтады. Қызым айтады, мама, мен айтам, сен маған рұқсат берген жоқсың. Қазір енді менің жасымда. Ал қазір ше, неге? Қазақта. Бізде қазақта, жаңағы өзің айтқан жаста күйеуге шығу деген мен білмеймін, ондай түсінбеймін. Ұят қой ол. Өмір бір рет. Бір рет берілді, мен жақсы өмір сүрдім. Өміріме ризамын.